Жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Оның екі қыры бар. Біріншіден, ұлттық сана сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. Ұлттық салт дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Ахмет Байтұрсынов айтады, мынау мәдениеті, техникасы, технологиясы жоғары халық, мәдениет төмен халықты өзіне кіріп тарыстайды дейді. Мәдениет төмен халық, технологиясы төмен халық, дамыған қоғамдарға тәуелді болады дейді. Ал одан тәуелдіктен құтылудың жолы қандай? Оның жолы біреу ақ, ол білім жолы, ол ғылым жолы. Ол білім, қай білім? Әйтеуір қара танығанның қарны ашпас деп, қажеттіні де, қажетсізді де қотара беру ме? Жоқ. 10 жылда келетін құбылыстың оң терісін болжап біліп, соған сай білім жинау. Содан соң, әлі-ақ жаһандық бәсекеде жампоз шығарсың. Сапалы адами капитал қалыптасып келе жатыр. Жаһандық үрдіс, қазіргі таңда ақпараттық технология саласына біз кәдімгідей қатты қарауымыз керек. Осы салаға Сулейман Демирел университеті, халықаралық ақпараттық технология университеті, сондай мықты тағы да бір 5-6 университет меніңше болу керек Қазақстанда. Неге десеңіз, біз Үндістанның жақсы бір мысалы бар. Үндістанда екі алғышарт болған. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың үлкен бір қайнар көзі Үндістан. Бірінші ағылшын тілін бәрін білген, екінші мықты математикалық білім жүйесі. Оларда IIT, Indian Institute of Technology, мықты жоғары оқу орындары бар. Математика, ақпараттық технологиялар осы мықты жақсы үйретеді. Қазіргі таңда қарасаңыздар, Google-дың басшысы, қазіргі атқарушы директоры Сундар Пичай үндіс. Microsoft-тың атқарушы директоры Сатья Наделла үндіс. Ең мықты технологиялық компанияларының басында тұрған адамдар бәрі Үндістаннан шыққан. 20 жылдың ішінде осы жасаған тіршілік. Сондықтан бізге де осы басқа ондай ойбай сиқыры жоқ, сиқырлы бір формуласы жоқ. Ағылшын тілі, ақпараттық технологиялар және жалпы үшінші негізгі алғышарт біздің қазіргі таңда білім моделімізді өзгертуіміз керек. Адамның ойлау білу қабілеті басқаша болу керек. Тек қана білімді қабылдау емес, жаңа білімді жасау, сол ескі білімді қорыту, соның арқасында синтез сараптама арқылы жаңа бір білім жасау. Жалпы кәсіптің байлық жақсы. Бірақ сіз байқасаңыз, кеше ең керемет дейтін кәсібіңіз бүгін жоқ. Мысалы, секретарка машинистка деген мамандық болды, есіңізде ме? Бүкіл училище, бүкіл техникумда жартысы мына машинка басуды үйренді. Қазір бұл мамандық жоқ. Бүгінгі мамандықтың мықтысы компьютер ғылымы. Қазір компьютердің тас тауға өрмелеп тұр. Бірақ 10 жылдан кейін осындай бола ма? 20 жылдан кейін осындай бола ма? Ол жағын білмеймін. Мысалы, бүгінгі жұрттың бәрі ұмтыс қылып жүрген, мысалы, экономист, банкирлер мысалы. Осы 10 жылда қарап тұрыңыз, банкирлер жойылады. Қазір ақша аудару дегеніңіз, мынау компьютер арқылы, карточкалар арқылы өтіп жатыр. Қаржы жүйесінде криптовалюта деген шығып жатыр. Анау OneCoin, Bitcoin дегендер шығып жатыр. Анау Questra Wealth деген жаңағы интернет арқылы жүретін жұмыстар. Президент осыған байланысты айтты. Бәсекеге қабілетті болу үшін біз мынау өзіміздің мамандығымызды тезірек өзгерте алатын жағдайға жетуіміз керек. Меніңше жаңағы келешекте банкіңіз тоқтап қалуы мүмкін. Өйткені жаңағы криптовалюта кіретін болса, сенің бүкіл банкіге салған дүниелерің бәрі қолындағы телефонмен атқарылады. Сондықтан
ең әуелі біздің келешегіміз жастар дейтін болсақ, қазір біздің жастар осы мына бағдарламаларды шегіне жеткізу, оқып, түйсіну керек. Мінекей сонда ғана біз жаңа адамдар тәрбиелей аламыз. Қазір Қазақстанда 20-дан астам Назарбаев зияткерлік мектебі бар. Мен сол мектептердің жұмысымен аздап таныспын. Сонда байқағаным, бұл мектептер шынымен де бүгінгі сұранысқа лайық мектептер. Оның оқытушылары да, онда осы жаңағы жұмысты ұйымдастыру ісі де өз дәрежесінде. Сол мектептер меніңше біздің Қазақстанның болашағын анықтайтын меніңше осы мектептер болады деп ойлаймын. Ал егер де сол мектептерге Қазақстандағы барлық мектептер сол мектептердің деңгейіне тартылса болашақта біз білім мәселесін шешкен болар едік. Елбасы жаһандық бәсекеге бейімделген алғыр маман даярлау үшін көлденің тартқаны бір бұл емес, талайдан бергі талабы. Ал осы жолы ұсынған жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы атаулы мақсаттың қиюын келтіре түспек. Совет одағы кезінде гуманитарлық ғылым саласы үлкен кризиске ұшырады. Идеологияның қолдаушысы ретінде ғана қалып қойды. Сол себепті гуманитарлық ғылымға үлкен көңіл бөлу бұл дұрыс нәрсе. Осы бағытта менің ойымша жаңа гуманитарлық білім дейтін бағыт, жаңа технологиялық білім дейтін бағытпен жалғасу керек. Мысалы физиканың Лондон Лившестің кітаптары бар, Ньютонның кітаптары бар, Толбустың кітаптары бар. Математиканың өзінің 20 шақты кітап бар. Химияның өзінде осынша кітаптары бар. Сараптама кеңесі биылғы жылы бірнеше кітапты анықтап аударады. Бұл белгілі бір уақытта бітіру керек деген мақсат емес, және 100-бен тоқтап қалу деген де мақсат емес бізге. Және де енді бұл жалпы бағыт беріп отыр. Ал осыны іліп әкететін оқу орындары бар. Мысалы бізде Евразия ұлттық университеті, біз бұны тоспай, өз тарапымыздан да белгілі бір бағыттағы кітаптарды, танымал кітаптарды, танымал авторлардың кітаптарын өз шамамызша аударуды қолға алып отырмыз. Одан біз тек қана ұтамыз. Өйткені қарап отырсаңыз, ақпараттың көзі, ғылыми ақпараттың көзі қазір ағылшын тілінде болып. 80%-ға жуық ақпарат, ғылыми ақпарат болсын, ғылыми жаңалықтар болсын, ағылшын тілінде шығып тарайды. Кім сол тілді біліп, тез сол күні сол ақпаратты иемденсе, ол қаруланған адам. Ал біз оны орысшаға қашан аударылады, одан кейін ол қазақшаға қашан аударылады деп тосып отырғанша ол ақпараттар ескіріп те қалуы мүмкін. Кезінде мәдени мұра бағдарламасы жүрді. Өте жақсы бағдарлама болды. Содан кейін халық тарих толқынау бағдарламасы жүрді. Ода пайдалы бағдарлама болды. Мемлекеттік стратегиялық тұрғыдан. Аударма мәдениетін көтеруіміз керек. Білдіңіз бе? Аударма деген сөз бұл көпір ғой. Мәдениет пен мәдениеттерді, өркениет пен өркениеттерді жалғастырып жатқан көпір. Екі жарым ғасыр патшалық Ресей мен 70 жыл астам Кеңес одағы құрамында болғанда қазақ халқы өз жерінде отырып азшылыққа, ал Қазақстан өз еркінен тыс 130 ұлт пен ұлыстың мекеніне айналды. Әлем тарихына көз тігер болсақ, соғыс атаулы неден басталады? Бірінші жер дауы, екінші ұлт артықшылығы, бір ұлт бір ұлттан артықпын дегенде, не дін үстемдігі болатындығы байқау қиын емес, ол қазірдің өзінде де байқалып отыр дүниеде. Біз елімізді мекендеген сан алуан ұлт пен ұлыс дін өкілдерін көк тудың астына жиып, ел тыныштығын, береке бірлігін сақтадық. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдегі талай мемлекетке үлгі өнеге ретінде ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясын құрып, 5 рет қатарынан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін зор табыспен өткіздік. Бабаларымыз мирас еткен кең болсаң, кем болмайсың деген қағиданы басшылыққа ала отырып, әлі талай биіктерге жетеріміз анық. Рас, кең болсаң,
кем болмайсың. Қазақстанның жағдайында талассыз аксиома. Сондай-ақ тас түскен жеріне ауыр дейтінде тәмсіл бар емес пе? Осы күнде қазақтың суы мен ауасын бөлісіп отырған жүздеген ұлыстың өкілі тар заманда төрдегі ұлттың кең қолтығынан пана тапты. Осы елде үшінші ұрпағын өсіріп отыр. Бақсақ, ақылға бірлік адамын үйістіріпті. Егер бір ұлт бақытты болса, сонда тұрып жатқан басқа қауымдарға сол бақыт ортақ болады деген қағида бар. Елбасының осы мынау 25-ші сессияда айтқан сөзі бар. Біздегі 18 миллион халық болатын болса, 18 миллион ассамблеяның мүшелері бар деп. Бұл жай айтылып салған сөз емес, өйткені біз бірліктің арқасында, осы татулықтың арқасында ғана біз шын мәнінде осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Бізге ең қымбаты тәуелсіздік, бейбітшілік. Қадірін есігің алдында бомба түскенде білесің. Бейбітшіліктің қадірін осы біз бағалауымыз керек. Өйткені біздің басқа елдерменен конфликтіге бару арқылы біз өзіміздің хақымызды қорғауымыз қиын. Өзіміздің ұлттық мүдделерімізді қорғап шығуымыз қиын болады. Қазақстанның негізгі байлығы оның тұрақтылығы деп білеміз. Тұрақтылық болмаса еш нәрсе де болмайды деп елбасы айтумен келеді, және дұрыс айтып келеді деп білемін. Эволюциялық жолменен біз осынау өте бір өзекті ұлттық құндылықтарымызды қорғауға ең жоғары деңгейде, өкіметтік деңгейде, мемлекеттік деңгейде қадам бастық. Кеше мақсат болған, бүгін сәтті қадамы бар. Ертең игілікке айналмақ және бір бірлік түркі жұртының бірлігі. Бүгінгі тәуелсіз түрік мемлекеттері Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Түркменстан, Қырғызстан және дүниенің әр түкпіріне тарыдай шашылған жалпы саны 200 миллионнан асатын 330-дан астам түрік тілдес ұлттары мен ұлыстардың ұлы бабасы ер түрік аталарымыз болған. Түрік сөзінің бір мағынасы әйгілі түрколог академик Кононов айтқандай берік, яғни бірігу, бірлік сөзінен шығады дейді. Ендеше түркі халықтары жаратылысында әрдайым бірге, береке бірлікке болу үшін жаратылған. Бабаларымыз да бізге осыны мирас еткен. Өткен ғасырдың 40-шы жылына дейін күллі түркі жамағатына мәміле болған бір тұтас түркі алфавиті туысқан жұрттармен арамызды бұрынғыдан да бекіте түсеріне сеніңіз. Президент мақаласындағы латын әліпбиіне көшу ауанындағы сүйінішті лепес көңіл семіртеді. Оған президент жақсы жауап берді. Бұл түркі әлемін жақындастыру үшін керек деді. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу тату болса төбеде келеді дегенде бұл прагматизмге негізделген құндылық. Алты түркі мемлекет бар. Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан. Қарым-қатынас жақсарып келеді. Өзгелерді қорқыту үшін емес, өзгелерден қорықпау үшін керек. Бұлай бірлігіміз, тірлігіміз болса. Мысалы, қарақалпақ пен қазақ тілі бірдей, бірақ кириллица әртүрлі болғандықтан біз мысалға әртүрлі оқимыз. Егер қазір мысалға Өзбекстан, Әзербайжан, Түркия, Түркменстан латынға көшкені белгілі, Қырғыз елі де қазақтардан кейін латынға көшеміз деп отыр. Онда ортақ ақпараттық кеңістік қана емес, жалпы ортақ әліппе кеңістігі болатын болса, біздің тіліміздің де қаншалықты жақын екенін білетін боламыз. Оқу біздің халықтарымыздың тілінде жақындата түседі. Латын қарпіне көшудің және бір игілігі қазақ тілі технологияға, коммуникация мен ғылымға бір табан жақын келмек. Әлі есімде осы залда елбасы Астананы Алматыдан көшіреміз дегенде жұрттың бәрі дүрліге қараған. Бұл қалай болады деп. Мына латын әрпіне көшуде сол сияқты. Бұның бірақ тарихи маңызы Астананы көшуде де тереңірек болуы мүмкін. Өйткені бұл бір жерге келіп нүкте қою. Мысалы, Жапонды алып қарайық. 5000 иероглифі бар. Қытайды алып қарап 100 000 иероглифі бар. Қазақ бір-ақ жыл әліппені оқиды.
делегация жарты асыл әліппені оқиды. Қытайлар өмір әліппені оқиды. Бірақ компьютерден қалған жоқ, информатикадан қалған жоқ, еш жаңалықтан қалып отырған жоқ қой. Енді біз жаңа тәуелсіз Қазақстан бастаймыз деген сияқты бір нышаны бар. Осы латынға басқалар ерте көшті, біз кейін қалдық дегенді айтып отыр ғой. Басқалармен біздің тарихи жағдайымыз, ұлттық жағдайымыз, ұлтпенен басқа ұлттардан қарақатынасы бірдей емес қой. Біз кеше 38% болып қалған халықпыз өзіміздің жерде. Содан Құдайға шүкір, соңғы санақ кезінде біз 60%-ға көтерілдік. Анау 38%-дағы кезіндегі мәселені көтеретін болсақ, біздің сол кезде бұт-шыт болып кетуіміз мүмкін еді. Президентпен жолығып шығып келгеннен кейін, осыны бізден бұрын Ангелия естіп алған болу керек. Маған латын әрпімен орыс тілінде хат жазды. Ештеңе де жоқ. Бәрін оп-оңай түсініп отырдық. Қорқатын ештеңе жоқ. Біз өзіміздің латын әрпіне көшпейміз. Латын әрпіне біз қайтып ораламыз. Себебі 26 жылы қазақ зиялыларының бастамасымен Баку конгрессінде өткен үлкен жиында латын әліпбиін қабылдаған болатын. Бұл 1940 жылға дейін біздің көптеген мұраларымыз осы латын әліпбиінде. Мысалға Абай жолы, Әуезовтің көптеген шығармалары алғаш рет латын әліпбиінде жұртшылыққа, оқырманға жол тартқаны белгілі. Әліппе таңдау бұл біріншіден заман талабынан туындап отырған сұраныс, екіншіден әліпби таңдау бұл өркениет таңдау деген сөз. Ал латын әліпбиі арқылы қазір кезеңде батыс өркениетімен, адамзаттық өркениетпен тікелей байланыста болу, технологияның легіне ілесу, әліпби ауыстыру арқылы тіліміз тәуелсіздік алады, сана жаңғырады. Екі дәуір түйіскен өлер шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялары арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді. Осы шоқтығы биік тұрады. Басқалардан көріп. Бұл кісімен санасады қазір. Байқайсыздар ба? Барлығы санасады қазір. Ол осы кісінің, мысалы, еңбегі. Өзін көрсете білу, өзін өзі түсіндіре білу, өзін тыңдата білу, ол үлкен талант. Сондықтан халқымыз үшін пайдалы нәрселер жасап береді. Ешқашан президентіміз ол кісі бұлай ұлт жөнінде, тіл жөнінде, ұлттың рухы халықтың халық болып сақталуы керек дейтін күрделі, іргелі 8 өлшеп бір пішетін әңгімеде аз-астық жасаған емес. Қазақстан жағдайындағы бүгінгі атқарылып жатқан шаралар соның анық белгісі ғой деп мен ойлаймын. Кішкентай жұртты үлкен басшысы басқарған кезде дәл мына осындай жолды таңдайды. Президент бұл тұрғыдан алғанда жалпы тек қана мына идеяларды айтушы ғана тұлға емес. Мен түсінігім бойынша сол идеяны мен тәжірибені, практиканы қатар алып жүретін кісі. Қатар алып жүретін басшы деп ойлаймын. Осыдан бір 6 жылдай бұрын Астанада боран соғып тұрған кезде мәңгілік ел монумент ашылды. Ойпырай мәңгілік ел деп мына арканы атадық. Бірақ сол мәңгілік ел дегенді қалай түсінеміз? Оған қолымыз қалай жетеді? Ол үшін неден арылып, неге ие болуымыз керек? Яғни мәңгілік ел деген ұғымның тұжырымдамасы немесе концепциясы неге жасалмаған деп таңғалған болатынбыз. Сондай сұрақ пайда болған. Мінекей арадан 6 жыл өтіп, елбасының рухани жаңғыру
мақала шыққанда біз бұл мәңгілік елдің манифесі деп қабылдадық. Меніңше мына елбасының халыққа деген ұраны сол. Қорықпаңыздар, өздеріңізге сеніңіздер, өзімізге тән бәсекеге қабілеттілерімізді толығымен қолданып, мемлекетіміздің, еліміздің пайдасына айналдыруымыз керек. Біліміміз бар, тәуекелде қорықпауымыз керек. Тәуекел түбі жел қайық. Ол барда дүние дейтін дарияның бетінде еркін жүзерсің. Бағытыңнан жаңылмассың, тұңғиықтан сескенбессің. Көшбасшыңның киелі саясаты, қара орман халықтың оң тілеуімен, әрі қас қағым, әрі ғасырдан да ұзақ, тәуелсіз 26 жылды өткеріппіз. Алда баянды болашақтыр. Егемен болмай ел болмас дегендей, біз азаттық жылдарында шын мәнінде ұлы жолдан өттік. Тәуелсіздік кезеңі біз үшін ғасырлар жүгін арқалаған ғаламат кезең болды. Кезінде Керей мен Жәнібекке ілесіп шыққан халықтың ұзын саны 200 мыңнан шамасында болған екен. Бүгін күні сол қазақтың қатары жер жүзінде 15 миллионнан асып жығылды. Ал егер қазақ өткен ғасырдың ашаршылығына ұшырамаса, өткен соғыста қырылмаса, қанша болар еді? Бәріміздің киелі атамекеніміз бар. Ол қазақтың ұлы даласы. Сол далада бабалардың бізге аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік біздің маңдайға басқан бағымыз, мәңгі сақтауға тиіс аманатымыз. Қасиетті отанымызда қандай қиындықты да қайыспай қарсы алуға лайық, өршіл рухты, озат ойлы, жасампаз халқымыз бар. Ол ер жүрек қазақ халқы. Сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты бар. Ол ұлы дала төсінде өзі құрған мемлекетті мәңгілік ел жасау. Жаңа ғаламдық үрдіс табалдырықтан аттап төрге қозды. Есік қаққан жоқ. Ешкімнен рұқсат та сұрамады. Бұқсаң жұтық қояды, бұлқынсаң жаның қалар. Демек, жаһандануға қарсы жалғыз қарекет ұлттың рухани жаңғыруы. Бұл ұлы дала халқының болашаққа бағдары.